Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. 112-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Сабақтың мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Алдымен аудиториядағы заттар әдісі арқылы психологиялық ахуал туғызып алайық. Балалар, өздерінің бөлмелерінен қандай да бір болмасын бір затты таңдап, 1 минут ішінде оны өзіңе немесе өзіңнің көңіл күйіңе ұқсастығын ойластырып, айтып беруің қажет. Мысалы, мына төбедегі шам маған ұқсас екен. Менің де көңілім қазір жарқырап тұр. Осы сияқты өзіңнің бөлмеңдегі кез келген бір затты таңдап алып, соны өзіңнің көңіл күйіңе ұқсатып айтып беруге тырыс. Енді балалар, біз өткен сабақта танысқан есептік және реттік сан есімдерді еске түсірейік. Есептік және реттік сан есімнің мағынасына қарай түрлері. Есептік сан есім заттың нақты санын білдірсе, реттік сан есім заттың саналу ретін білдіреді. Есептік сан есімге қанша, неше деген сұрақтар қойылса, реттік сан есімге нешінші сұрағы қойылады. Балалар, ережені мұқият оқып, жаттап алыңыздар. Ережелерді есімізге түсіріп алсақ, енді тапсырмалар орындайық. Оқулықтарыңызда 40-шы жаттығуда берілген есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып жазыңыздар. Сан есімдерге сұрақ қойып, олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндіруге дайындалыңыздар. Мысалы, бір қатар. Бұл жердегі есептік сан есім 1. Неше қатар? Бір қатар. Осы есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырамыз. Реттік сан есімнің сұрағы нешінші? Нешінші қатар? Бірінші қатар. Бір есептік сан есіміне інші жұрнағын жалғап, реттік сан есімді жасадық. Осылай қалған тапсырмаларды орындаңыздар. Келесі тапсырма 41-ші жаттығу. Сіздерге өлең жолдары берілген. Осы өлең жолдарының ретін тауып, дұрыстап жазыңыздар. Келесі суретпен жұмыс. Балалар, сіздерге 2 түрлі сурет берілген. Осы берілген суреттер бойынша қалағаныңызды таңдап алып, сол таңдаған сурет бойынша әңгіме құрастырып жазыңыздар. Су жағасындағы техникалық қауіпсіздік ережелерін еске түсіріңіздер. Және сурет бойынша суға түсудегі қауіпсіздік ережелерінің сақталуы туралы жазыңыздар. Енді осы тапсырмалар бойынша өздеріңізді бағалап жіберейік. Сурет бойынша мәтін мазмұнын болжай аламын. Егерде сіздің қолыңыздан сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжай алу келсе, қолымнан келеді кестесіне белгі қоямыз. Ал егер әлі де
сурет бойынша мәтін мазмұнын болжауда көмек қажет болса, көмек қажет етемін кестесін белгілейміз. Осылайша бағалау критерийлерін анықтайық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.